Ауылдың қарапайым қызы болсам да, жігіт қарайтын түрім бар. Көрші бізден бір жас үлкен Айдар есімді жігіт жиі келетін. Дарикош келмей тұрып, ол жігіт менімен әзер дегенде танысып еді. Негізі әпкемнің үйіне барғаннан бастап, мені көріп, қайта-қайта әпкемнің балаларының менің есімімді сұрап жүрген. Дүкенге шыққан кезде ол да ізімнен еріп мені шошытты. Өзінің тек танысу мақсатта артық жаман ойының жоқ екенін айтып ақталып жатты. Өте қарапайым жігіт. Мен алғаш рет жігітпен араласуға шешім қабылдап, телефон нөмірімді бердім. Ол маған агент ашып берді. Агентте жатып алып сөйлесіп жүрдік. Айдар мені қатты ұнатып қалғанын айтып, екеумізде махаббат ұшқыны пайда болды. Бірақ өкінішке орай ұзақ болмады. Әттең, Айдар менің кесірімнен біздің енді ғана басталған махаббат хикаямызды Дарикош бұзды. Ол келген бойда Айдарға есі кеткен есуас болды. Дарикош қаланың қызы болғандықтан ба, әйтеуір өз ойын ашық айта салады. Мен Айдармен қыз-жігіт болып кездесіп қыдырған емеспін. Тек агентпен сөйлесіп, Айдар кешке қарай дүкенде жанында болып, анау-мынау заттарды көмектеседі. Менің кешке қыдыруға уақытым жоқ. Дүкенде түнгі 12-ге дейін істеймін. Әпкем Дарикошты кешкі 6-ға дейін дүкенде тұратындай етіп қойған. Мені кешке 6-дан кейін 12-ге дейін әпкемнің боғын айнадай қылып тазалап, тамақ шайын дайындап қоятымын. Ауылдың қызы болғандықтан үйдің шаруасы, тамақ істеу күнделікті ісімен айналады. Кешкі жұмыс уақытымда Айдар мен үшін дүкенге келеді. Мұны Дарикош білетін. Біздің арамыздағы махаббатты да білетін. Бірде Айдар келгенде беті аузын сонша бояған Дарикош: «Айдар, сені түсінбедім, мына ауылбайдың қай жеріне қызығып жүрсің?» деп маған қарап, мына сөздерге жылағым келіп кетті. Айдар болса: «Сенің онда шаруаң болмасын, бәріміз де ауылдан шықтық» деп аузын жауып тастады. Дарикоштың көзі аларып үйге кіріп кете барды. Сол күннен соң әпкем Айдарды дүкеннен көрсе қабақ шытатын болды. Дарикош әпкеме не дегенін білмеймін, менің ұяңдығымды болар. Әпкемнің бетіне қарап сөйлеген емеспін, тек сұраса ғана жауап беріп, көп ұзамай Айдар агентте үйленуге ұсыныс жасады. Ол кезде 18 жастамын. Менің арманым оқу, келесі жылы түсемін деп үміттеніп жүрдім. Тұрмысқа шықсам оқу жайында қалады. Соның бәрін ойлап, Айдардың ұсынысынан бас тарттым. Айдар звондап оқуға өзі түсіретінін айтып жүрді. Оның отбасы, жағдайы кәдімгідей қарапайым адамдар. Мені оқуға түсіретініне сенбедім. Солай бір-бірімізге ренжіген күндеріміз өтіп жатты. Әпкем менің Айдар туралы шет жағасын естіген сияқты. Дарикош екеумізді Моншаға алып барып, демалып қайтамыз деген еді. Моншаға барғаннан бастап қайтамыз дегенше Айдардың отбасын жамандап, әңгімесінің соңында ол жігітке жолама деп аяқтады. Әпкем маған: «Сен ондай жаман жігітке қимаймын, сен өте жақсы қызсың. Айдар сені қор қылады, жігітті өзім тауып беремін» деп тағы да шегелеп тұрып ескерткендей. Онсыз да Айдармен арамыз суықтап бара жатқан әпкемнің сөздерінен кейін Айдарға агенттен «Қош бол, бақытты болғайсың» деп жазып жібердім. Сол арада ауылдан анам звондап, тез қайтуымды өтінді. Әкем арақтан ауырып, ауруханаға түсіпті. Ауылда сет жоқ, болса да биік жер іздеп әуре боласың. Әкем қалалық ауруханада 2 ай жатты. Анам әкеме тамақ тасып, мен үйде бауырларымның қасында болдым. Мені қанша іздесе де таба алмаған Айдар бірнеше рет звондапты. Агентте қайта-қайта жаза берген. Соңғы сөзі «Сені шын сүйдім» деген әлі есімде. Одан кейін мүлдем агентке кірмеген, звондамаған. Өлім құшыпты. Жолдастарымен демалуға көлге барыпты. Өзіне қол жұмсап суға батқан немесе ажалы келіп су түбіне кеткен. Өлім себебі мәңгі жұмбақ. Естігенім суға батып кетіп ажал құшты дегенді.
Әпкем айтқанда еріксіз көз жасым тыйылмай шай ішіп отырған жерімнен тұрып кеттім. Әкемнің жағдайы жақсарып, әпкемнің үйіне қайта келген едім. Мен кеткен бойда әпкем басқа қалада тұратын қайнысын алдырыпты. Менен 10 жасқа үлкен, сыр бойдақ. Жездемнің туған інісі. Жездем сияқты ол да жуас. Мен облыстық пойызбен келетін болдым. Кешкі 8-дер шамасында түсетін болғандықтан құда бала мен Дарикош күтіп алатын болды. Пойыздан түскен құда бала менімен сыпайы түрде амандасып, менен көзін алар емес. Сол күні әпкем ет асып, дастарханды жайнатып қойыпты. Шай үстінде ауыл жаңалықтарын сұрап жақсы отырған едім. Әпкем сәл даусын бәсеңдетіп, көрші жігіт Айдар деп өлім құшқанын айтып салды. Сол күннен соң мен де іштей күйзеліс, өзімді кінәлі етіп, неше түрлі ойлармен өзімді жеп барамын. Әр түні Айдарды түсімде көріп жылап шығамын. Таңертең көзім ісіп, таңғы асты жеуге зауқым болмай, тілі жоқ робот секілді сол баяғы үйдің тірлігін жасап, кешке дүкенге шығамын. Құда бала менен 10 жасқа үлкен, түрі ересектеу десе де, есі бар еркек. Әріден мені жұбатып жүргендей, әр нәрсені айтып, мені сөзге тартып жүрді. Сәл де болса көңілімді көтеріп өткенді ұмытуға талпына бастадым. Көтеріп өткенді келер жылы оқуға түсуім керек деген арманымды қайта қолға алып, үлкен кітапханадан кітаптар алып, өзімді жігерлендіріп қоямын. Бұлай құда баланың сөздері салмақты, артық ойы жоқ, жақсы жігіт. Оның менде көңілі барын алғаш көргенде байқадым. Бірақ мен үшін ондай үлкен жігітпен отбасы құру ұят нәрсе сияқты. Бұлай құда баланы аға секілді көрдім. Күндер өтіп жатты. Құда баламен араласып, еркін сөйлесе бастаған кезім. Ол менің үй жинағаныма, тамақ істегеніме риза болатын. Ал Дарикош ақ саусақты королева. Бірде әпкем ата-енесінің үйіне Құран оқытатын болды. Дарикошты үйге дүкенге бас көз боласың деп мені ата-енесінің үйіне басқа апарды. Алыс жол 7 сағат жүрген шығармыз. Мені өзіне көмектеседі деп апарған. Әпкемнің басқа келіндері жоқ. Әпкемнің ата-енесі үлкен кісілер, сондай әдемі қартайған. Олар бір көргеннен қатты ұнады. Атасы палау басып қойыпты. Үлкен кісілер болса да, үйлерін тап-таза ұстайды екен. Тамақ, шай ішіліп, әңгіме арасында енесі: "Келін, мына қайныңа қашан қыз тауып бересің? 30-дан асып барады" деп әңгіменің бір ұшын шығарып қойды. Әпкем: "Мама, оның сүйген қызы бар, жақында сүйіншісін аламын сізден" деп күліп маған қарады. Мен бір түрлі болып қалдым, бірақ менің не қатысым бар деп те ойлап қоямын. Құда баланың түріне қарасам, ұялып төмен қарап отыр. Кешке қарай мал сойылып, қамыр иленіп, ертеңгі күнге дайындалып жаттық. Әпкемнің орамалын тағып бауырсақ пісіруге шықтым. Әпкем жездемді алып затқа кетті. Мен құда балам екеулеп бауырсақ пісіріп жаттық. Сыртымыздан қарағанда кәдімгідей ерлі зайыптылар сияқтымыз. Әпкемнің айтқаны құлағымнан кетпей құда балаға: "Сіздің қызыңыз бар екен ғой, тойыңыз қашан? Тойға бармағалы біраз болды" деп қалжыңдай сұрадым. Ол ұялып қалғандай, не дерім білмей төмен қарап, сәлден соң: "Мен сені бір көргеннен ұнатып, тек саған қалай айтарымды білмей жүредім. Қыз болмасаң да, әйелім ретінде қабылдаймын" дей бергенде ашуланып кеттім. "Тұра тұршы, қыз болмасам дегеніңіз қалай? Мен есік көрген деп тұрсыз ба?" деп даусымның қалай қатты шыққанын білмей қалдым. Ол өзінің айтқаны емес, Дарикоштың айтқанын айтты. Мен ұнататынын, әйел еткісі келетінін әпкеме айтқан екен. Бұл сөзді Дарикош естіп, ол қыз Айдармен жатып тұрып жүргенін талай көргем деп сыртымнан біраз әңгіме айтыпты. Ал мен құда балаға неге ақталғанымды білмеймін. Алла куә, мен ондайға баратын адам емеспін. Арым таза, табалдырық аттамасам да басымды көтеріп аттаймын деп айтқанымда ол күлімдеп: "Бәсе, сен ондай емес екеніңді біліп едім. Ертең менің әйелім боласың ғой, иә? Сен еш уақытта ренжітпеймін" деп сөзін қайта жалғап, аяқ астынан құда балаға тұрмасқа шығатынымды естіген мен
Менің ойлануым керек деп үнсіз қалдым. Әпкем мені сыртымнан сатып жібергеніне енді көзім жеткендей, мені өзіне келін етпей қалай болса да қашып кетуім керек. Ешқандай сезім болмай, оның үстіне жасы үлкен, тұрмысқа шыққым келмейді. Менде артық ақша болмай, ойыма келгені телефонға единица саламын деп құда баладан ақша сұрадым. Қалтасынан 5000 теңгені суырып берді. Мына ақша көп, 1000 теңге болса жетеді, сосын қайтарамын деп әншейін айтып жатырмын. Құда бала ақшасымен өзіне қаратқысы келді ме сірә. Ала бер, артынан мороженое аларсың деп өзінше мәз. Дүкенді көрсетіп жіберші деп өтінген болдым. Еріп барайын деп, адасып кетерсің деп барғысы келіп тұр. Жоқ, өзім барғым келіп тұр, дүкенге тиіп тұр екен. Қазір келемін деп тайып тұрдым. Дүкенге жақын жерде көздеріммен құда баланы аңдып қарап қоямын. Жолым болып такси де келіп қалды. Ештеңеге қарамай вокзалға тарттым. Үстімде халат бар. Асығып жүгіргенім әпкемнің халатын шешуді ұмытып кетіппін. Үстім май болып қалар деп бауырсақ пісіргенде кигенмін. Вокзалға келсем, пойызда жүргелі жүр. Әрі вагонға барып жалынып жүрмін. Билетсіз алып кетші деп. Ешкім алмайды. Сонан соң соңғы вагонға барғанымда проводник әйел тұр екен. Алып қашудың құрбаны болып қашып бара жатқанымды жылап айтқанымды түсініп, өзіміздің облысқа дейін пойызбен келдім. Ал менің жоғалып кеткенімде үлкен шу болыпты. Облысқа келіп, аулыма қарай жол тарттым. Үйіме жете сала жылап бәрін айтып, әпкемді анам түгін қоймай ұрсып бәрінің быт-шытын шығарды. Ол ештеңе емес, менің қашып келгенімде туыстарым жыр қылып, онан ауыл естіп, ең аяғы мені бүлінген қыз ретінде өсектер жайлады. Ең ауыр тигені әкем намыстанып, өзі өлтірмекші болды. Сондай қиын жағдайда қалған мен Құдайды қарғадым. Жатсам да, тұрсам да, Алла, сен әділетсізсің, менің өмірімді құрттың, қарғысатсың сені. Алла жоқ бұл өмірде деп түні бойы жылаумен шығатынмын. Ауыл қатындары мені әбден атышулы қылып шығарған соң, әйел жіберген, әйелі қайтқан еркектер, қолымды сұратушылар көп болды. Олар үйге келгенде жынды адамша жылап айқайлап қуып шығатынмын. Міне, осыдан кейін мені ауруға теңеп, жынды деген атауға ие болдым. Ал үйден шықпайтын, үй күшік болып оқуға тапсыратын күнім жақындады. Бұл жолы анамның кіші сіңілісі Астанада жұмыс істейтін. Соған еріп, Астана қаласына оқуға тапсырып көрдім. Тағы түспей қалдым. Тағы да күйзеліс. Өлгім келді. Өйткені үнемі жолым болмай жүрді. Тағы да сол Құдайды қарғаумен болдым. Сол еңсереп жүргенде Алла маған ескерту берді. Анамның сіңілісі күйеуден ажырасқан, бір баласы бар. Үлкен маркетте бухгалтер болып кассада жұмыс жасайтын. Менің де қасына алып, жұмысқа үйретіп жүрді. Бірақ менде еш құлшыныс жоқ. Бір күні демалыс алдық. Күні бойы қыдырып, түскі сағат 5-тер шамасында келіп, шешініп жатып ұйықтап кетіппін. Сол уақытта өмірімде алғаш рет және соңғы рет бастырылған күнім болған шығар. Кенет үстіме өте ауыр күш тынымсыз тарылып, түтін секілді қап-қара бірдеңе отыр. Екі құлағым жиі шыңылдап, әр шыңылдаған сайын жаным ауырып, белгісіз күйге түстім. Ойыма тек мені арғы дүниеге әкеткелі жатқандай сезімде жатырмын. Айқайлайын десем даусым шықпайды, аяқ-қолым істен шыққан. Тағы да түтін секілді екі аппақ нәрсе бұрышта маған қарап тұрғандай. Қарайын десем көзімде ашуға мүмкіндік жоқ. Құлағым шыңылдаған бүкіл өмірім кино пленкадай өтіп жатты. Сол кезде ойыма тек Алладан кешірім сұрау келді. Шынымды айтсам, бисмилля деген сөзді тілімнің ұшында тұрса да қалай айтуын ұмытып, қиналып жаттым. Кешірші Алла деген сөзді жылап айтып жаттым. Әрең дегенде бисмилля деп 3 рет қайталағанда әлгі көрініс көз алдымнан жоғалды. Одан кейін арада 11 жыл өтсе де ешқашан бастырылып көрмедім.
Аллаға шүкір, сол күннен соң менің аузымнан бисмилля түспейтін болды. Тірі болып өмір сүргенім үшін жаратқаннан Аллаға шүкіршілік етемін. Бұл мен үшін үлкен сабақ болды. Ары қарай менің жолым ашылып, әп-сәтте сауда орталығында бас бухгалтер болып жұмыста беделді болдым. Солай тек жұмыс деп жүріп өз бизнесімді аштым. Ауылға бармаймын. Әке-шешем өздері келеді, мені іздеп. Астанаға бауырларымды да есейтіп қасыма жұмысқа келді. Мен пәтер алып бауырларыма қамқор болдым. Анам байғұс қаншама рет тұрмысқа шығуымды айтатын. Солай жүрген жасым 30-ға келді. Енді тұрмысқа шығуға дегенді ойламадым. Былай сөз айтқандардың бетін қайырып, жүрегім жаралы тасқа айналғандай. Бірақ тағдырым ба, әлде өмірімдегі Құдайдың сүйген құлымыз ба, мен 30 жасымда құда балаға, ол 40 жасында, екеуміз қосылдық. Қалай дейсіздер ғой? Мен құда балаға әйел болмаймын деп қашып кеткен күні үлкен шу болып, әпкем сасқаннан Дәрикошты сол үйге келін етіпті. Енесі мен атасының көңілін қимай ма білмедім енді. Қайнынысы керек емес десе де, әпкем қояр да қоймай той жасап өз сіңілісін келін етіпті. Бір қызығы құда бала Дәрикошты әйелі ретінде қарамай, тіпті қолының ұшын да тигізбей, бір төсекте жатпай қашып жүрген екен. Келін болғанына бір ай болмай жатып, Дәрикош, сен немене мені сувенир қылып алдың ба? Мен сенің әйеліңмін дегенде құда бала кешірім сұрап, киімдерін жиып төркініне апарып тастапты. Бұл әңгіме арада неше жылдан кейін құда баладан естігенім. Екеумізді Астанада тағдыр кездестірді. Ол Дәрикоштан кейін мүлдем үйленбей жүрген екен. Не үшін үйленбедің деп сұрай салдым. Сөйтсем, мені әлі күнге дейін ұмыт алмай сүйетінін айтқанда жүрегім сыздап кетті. Сен тұрмыста болсаң да, болмасаң да, жанымда жоқ болсаң да, өмір бақи сені сүйіп өтемін. Сені алғаш көргенде қатты ұнаттым. Сол сезіммен өмірімнің соңына дейін өмір сүремін деп айтқанда еріксіз жылап жібердім. Сол бір кездесуден кейін жай дос ретінде кездесіп жүріп, соңында екеуміз өзім ұсыныс айтып, 31 жасқа жетпей 2023 жылы тұрмыс құрдым. Екеуміз бақытты отбасы болып өмір сүріп жатырмыз. Бірақ әпкеммен әлі күнге дейін араласпаймыз. Екеуміз екі қалада тұрсақ та, сол бір 11 жыл бұрын оқиғаны қозғап, ұрыс шығарып жібереді. Құда баламның мені шын сүйіп кеткені үшін тұрмысқа шықтым. Ол сондай адал жар, бұрын кәрі деп бекер менсінбей жүрген екенмін.